Баршаңыз сәлем. Бүгінгі видеода сіздерге Астал онлайн атты 2020 жылы шыққан фильмді ұсынбақшымыз. Фильм өз бастауын алғанда әлемде 2020 жыл болатын. Өздеріңізге мәлім, бұл уақыттарда әлем жаман індеттің құрсауында қалып, карантинге жабылған болатын. Халық үйлерінен шықпай жақындарымен жүздесе алмайтындай халге түсті. Келесі кадрда біздің фильмнің басты кейіпкері Хелли өзінің үйіндегі стөліне жақсылап жайғасып, ноутбугын қолына алады. Карантинде отырып, құрбыларын сағынған ол Zoom атты қосымшаға кіріп, достарын шақыра бастайды. Шақырып болмай жатып, достары да кезек-кезек кіре бастады. Құрбылар бірін-бірін көріп мәз болысты. Сонда олармен байланысқа Тедди есімді жігіт қосылды. Қыздар өзара әңгімені дүкен құрысып, сол уақытта Тедди қыздарға өзінің әжесінің қобдишасын көрсетеді. Бір қызығы, ол қобдиді ашқанда ішінен музыка ойнайды. Алайда қыздар музыка тыңдау үшін емес, әңгімелесу үшін байланыста. Сондықтан Теддиға доғаруын өтінді. Севан есімді қыз достарына бірге дух шақырып ойнайық дейді. Сонда басқа қыздар да қосыла кетті. Тек Теддиге әйелі келіп, ол бос емес деді де байланыстан шығарып камерасын өшірді. Севан қалған қыздарды дух шақыру ережесін түсіндіріп, жарықты сөндіруді сұрайды. Кейін барлығымыз бірге отырғандай сезінейік дейді. Жарық сөніп, әр қыз өз алдына бір май шам алды. Севан қыздарға қандайда бір әсер сезсеңдер маған ескертіңдер дейді. Ал шақыру басталды. Біраздан соң Джемма орнынан атып тұрып қорқа бастады. Сонда Сейланың камерасы өшіп, ол байланыстан ажырап қалды. Қайта орнына отырған Джемма өзінің қалжыңдағанын айтты. Қыздар шошынған күйі езу тартып күле бастады. Ал байланыстан шығып қалған Сейланға Хейли қайта хабарласты, бірақ ол тұтқаны көтермейді. Сонда Хейли Джемманың орынсыз әзілі үшін ұрса бастайды. Ал камера алдында отырған қыздың бірі өздігінен артқа жылжып кетті. Шынымен де бұл қыздарға үрей туғызды. Хейли үйде әлдеқандай дауыстардың шығып жатқандығын айтты. Кейіпкер қолына ноутбугын алып үй ішін қыздарға көрсете бастады. Дәл сол сәтте Хейлидің де құлағына оғаш дыбыстар келді. Мүмкін бұл үйге келген әкем шығар деп үй ішін аралаған еді. Бірақ дауыстың үй шатырынан шығып жатқаны белгілі болды. Қыз еш қорықпастан қолындағы камерасын алып шатырға шолу жасай бастады. Камера арқылы қарап отырған қыздар бейтаныс адамның аяғын байқап қалды. Хейли үй ішінде өзінің бір денені көріп тұрғанын қыздарға айтты. Қараңғы бөлмені фотоға түсіріп қыздарға көрсеткенде мұның асылып тұрған адам денесі екендігі көрінді. Осылай қыздар өздерінің ойнап жүріп от басқандықтарын түсінді. Олар Сейланды байланысқа шақырды. Қыз әйтеуір дегенде қайта қосылып, олардың духты ренжітіп алғандықтарын, енді одан қайта кешірім сұрау керектігін айтты. Қорыққан қыздар қайта көздерін жұмып кешірім сұрай бастады. Бұл іс өз мәресіне жеткенде шынында айнала тынышталып, барлығы өз қалпына келгендей болып қалды. Қыздар қуанып, кешірімдер іске асты деп ойлайды. Сәлден соң Радина өзінің үйінде бар болған жігітінің жоғалып кеткенін байқайды. Керолейн болса үй ішінен қайта оғаш дыбыс ести бастады. Эмма болса үйде духтың бар екендігін толық көріп, тіпті одан таяқ жеп қалады. Джемма қыздарға барлығымыз үйден шығайық деп кеңестейді. Алайда бұл ойлағандарын іске асыру оңай болмайтын секілді. Қыздардың бірі духтардан оңбай таяқ жеп бет-аузы қан-қан болып жатса, кейбірін духтар ұстап алып жібермей қояды. Радинаның жігіті болса бөлме төбесінен құлап түсті. Жүрегі аузына тығылған Радина қашайын деп еді, оны ұстап алып жібермей қояды. Хейлидің жағдайына келер болсақ, үй ішіндегі дух оны тартып жүр. Осы сәтте байланысқа Тедди қосылды. Үрей құшағында отырған қыздар жігітке тез үйден шығуды ескертеді. Алайда жігіт олардың сөздеріне сене қоймады. Қолындағы камерасымен үйдің екінші қабатына көтеріліп жатқанда, оны құбыжық күтіп алады. Камера артында отырған қыздар мұны көріп қорқа түсті. Сыртқа қашып шыққан Тедди өзінің әйелінің аспанда ұшып өз-өзін қылқындырып жатқанын көреді. Кеудесінен жаны шыққан әйелі төмен қарай құлап бассейнге түседі. Сол сәтте Тедди оттық жағып әжесінің қобдишасының өздігінен ойнап тұрғанын көреді. Жігіт есінен танып, қолында ұстаған оттығы оның өзін өртеп жібереді. Эмма үй ішінен қашу барысында духтарға ұсталып қала берді. Ал Джемма болса үйден аман шыққан қыздардың бірі. Ол Хейлиді құтқару үшін үйге келгенде духтар қызды жылы қарсыла қоймады. Оны ұрып, есінен тандырды. Кейін көзін ашса, алдында тұрған Хейлиді көреді. Қыздар бірігіп қашуды ойлайды. Алайда алдарында дух тұруы мүмкін. Осыны ойлаған Хейли фотоға түсірді. Соңғы сәтте оларға белгісіз бір құбыжық шабуыл жасайды. Осылайша фильмде соңына жетті достар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық.